Аида, қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Келіңіз, менің жаныма жайғассаңыз болады, қай жер ыңғайлы өзіңіз? Ошақта отыра берейін. Жақсы, иә, мейлі. Жайғасың, сізде микрофон бар екен. Саламатсыздар ма, Бауырсақ ханым? Көптен көріспедік, Аида. Жақсысыз ба? Бәзде бәрі жақсы. Шүкір, жақсы қазіргі таңда. Енді бірінші сұрақ, неге жалғызсыз? Екеу болып осы жерден қол ұстасып кетіп едіңіздер. Тіпті сіздің кетуіңіз тікелей Еркешке байланысты кеткен едіңіз. Солай болып қалып, өзім жалғыз келу керек болды. Оның себептері де көп. Ал, енді бастайын, не айтайын? мен де неден бастап сұрасам деп ойлап отырмын. Себебі, құрметті көрермен, естеріңізде болса, ата-анамен танысуда болды, иә, жеңгелеріңізбен. Сіз тіпті Еркештің туысқандарымен жақын танысып, сол жаққа барып та келген болатынсыз Шымкентке қарай. Енді не болып қалды деп ойлап отырмыз. Бірінші содан бастайық. Одан кейін барып, кешегі мәселе, кеше есіміңіз аталған болатын, сол туралы сұрармыз. Жарайды деп мен де қоя салдым, бір ұрысқа апармай-ақ қояқшы, күнде ұрысып жүрміз ғой, бүгін ұрыспай қояқшы деген сияқты мен де жаба салып жаттым да ол нәрселерді. И потом барып, екеуміз стримға кірдік сол кезде. Стримға кірген кезде WhatsApp желісінен SMS келді. Бөтен номерден. Ол жерде жазылған, қызың үйіне қашан кетеді деп жазылды. Еркештен сұрадым, бұл не? Кім жазып жатыр саған? Деген сияқты. Жай қыздар ғой деп. Всегда сондай ғой, бір нәрсе жасаса болды, барлығын сөйлеспейді, талқыламайды, сол нәрсені тұрады. Ой, қыздар ғой деп сол жерде жаба салды. Мен жоқ, оны жапқым келмеді да ол нәрсені. Жоқ, көрсетесің, либо мен бұл жерде жұптық арақатынас, тойда ештеңе де болмайды дедім. Мен қазір бірдеңені сезіп тұрмын сенен. Сен оны көрсетпейінше мен ештеңе дей алмаймын, кетіп қалам қазір деп айтқаннан кейін барып, WhatsApp-ын ашып көрсетті. Ол қызбен сол Шымкентте болған кездері сөйлескен. Ол жерде жазылғаны, Еркеш бірінші жазған, қайдасың, қалайсың, не істеп жатсың, сол маған жазбаған уақыттарда да сонымен сөйлескен. Алматыда, мен Алматыдамын, сен қайда, кездесейік деген сөздері көп болды. Оның бәрін көрдім. Ол кезде де бір андай болады ғой, енді қателескен шығар дедім. Мен сөйлестік, айғайластық, ұрыста болды сол кезде. Енді ер азамат қой, бір қателескен шығар деп, сол кезде ол бір қыз, екі қызбен сөйлескен. Оның бір қызбен досының караокесында таңға дейін сол жерде отырған бірге. Оның бір қызымен басқа қалада тұрады екен. Басқа қалада тұрғаннан кейін Шымкентке кел, мен сені күтіп алам, жүреміз Шымкентте. Мен қызым жоқ, сөйлеспеймін ешкіммен. Сондай сөздер болған. Когда мен үшін өте ауыр болды. Білесіздер ғой, шақта мен қалай шығып кеттім. Аида, сіз өкінесіз ба? Осы жерден қол ұстасып бірге шығып кеткеніңізге? Қатты өкінемін. Просто мен ол адамға сендім да, бар жан дүниеммен сендім. Сенгеннен кейін орнымнан тұрдым да, ол адамның қолына ұстап, өздеріңіздер де куә болдыңыздар ғой. Мен таңдауым осы адам, мен осы адам үшін мен до конца барам деп қолынан ұстап осы жақтан шыққан болатынмын. Бірақ сыртқа шыққаннан кейін сенімдердің бәрін бір жоқ қылды.